Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мұқаррабин дейді. Яғни Алланың жақын құлдары. Олар кімдер? Және де біз олай бола аламыз ба деген сұрақ бар екен. Алланың жақын құлы болу үшін біз ең біріншіден ихсан деген сипатты өзімізге алып келуіміз керек. Ихсан деген сипат ол Аллах Тағаланы мен көріп тұрмын, немесе Аллах Тағала мені көріп тұр, біліп тұр, естіп тұр деген сезімде жүру әрқашанда. Бір жақсылық жасайтын болсаңыз, мен Аллах Тағала мені көріп тұр. Бір сөйлейтін болсаңыз, Аллах Тағала мені естіп тұр деген сезімді алып келуіңіз керек. Сонда сіз Аллаға жақын боласыз. Яғни мұқаррабин, Алланың жақын құлдарына қатарына кіретін боласыз. Мысал ретінде айтайын, егер де сізге бір құзырлы органдар аңду салса, 24 сағат бойы аңду салатын болса, сіз оны білдіңіз, немесе біреу сізге айтты. Телефонмен сөйлессеңіз, сіз айтқан сөздеріңізді таңдап сөйлейтін боласыз. Жасаған істеріңізді байқап жасайтын боласыз. Яғни мені аңдып тұр, мені біліп тұр деген сияқты сезімде жүресіз. Міне сол сезімді біз алып келуіміз керек. Аллах Тағала мені көріп тұр, біліп тұр, естіп тұр деген сезімді біз әрқашанда алып келуіміз керек. Аллаға жақын болу дегеніміз осындай екен ғой. Сонда Аллах Тағаланың бүткіл сипаттарын, 99 сипаты бір хадисте келеді, тағы да қосымша сипаттары келеді аятта, Құран аяттарында, басқа хадистерде. Аллах Тағала жаңағы сүйіншілейді, немесе азаптайды деген сипаттарды алып келу. Мысалға, Аллах Тағаладан қорқу дегеніміз не? Аллах Тағаладан қорқу дегеніміз ол Аллах Тағаладан қорқу деген сипатты алып келу. Сол жаңағы сипатты алып келесіз, және де қорқасыз Алладан. Мен мынаны істеп қойсам, Аллах Тағала мені көріп тұр деген сияқты. Жалпы осындай. Сонда мұқаррабин, яғни Алланың жақын құлдарының қатарына кіру үшін жай ғана осы сипатты алып келуіміз керек екен, және де сол сипатты әрқашанда жүруіміз керек екен. Енді Аллах Тағала біздің қадамдарымызды осы ислам дініне берік қылсын деп тілейміз.